шымпысты неғып детдомнан қашып кеттім екен. Енді өстіп бомбыш болып отырмын. Жарайды, отыра берейін енді. Ну, хотя бір мені асырап отса, хотя бір бай отбасы мені. Қарным да ашып кетті. Кеттім мен деген тамақ жеп қайтпасам болмайды. Так, онда магазин бар екен ғой, бірақ менің ақшам жетпейді. Копилкамда қарап келейінші, неше теңге бар екен мына жерде. Мә, ақша да қалмапты, оның бәрін алып жіберіппін. Жарайды енді. Кеттім. Жаяу жүре тұрайын десем, білмеймін. Қарным ашып баратыр, хотя бір су ішіп қойсам болатын еді. Ана жақта бір королевский үй тұр, әне. Не деген үлкен. Мен де сондай бай болғандағы. Жарайды. Ұйқым келіп кетті ғой, ұйықтай тұрайыншы кішкене. Ой, қойш, ұйықтасам, ішім пысып кетеді. Сәлем, саған ақша керек пе? Я, тәтте. Маған ақша беріңіздерші, менің қарным өте қатты ашып тұр. Өтінемін. Жарайды, бірақ бойың ұзын екен. Мен кішкентай кезімде әкем сондай ұзын деген, сосын мен детдомға өткізіп жіберді. Мен болсам детдомнан қашып кеттім. Жарайды, онда саған қатты жаным ашып кетті. Мына қыз, мына тәте де саған ақша. Рахмет сізге, тәте. Қарным тоятын болды. Онда жарайды. Мен саған саған ақша берсем, сен тағы да сол ақшаны бітіріп қарның ашиды. Так, саған істесем болады екен. Онда саған сені асырап алам. Алақай, рахмет сізге. Ой, түсірші сен қыз. Кеттік, саған шопинг жасап келеміз. Мына қыз кім? Бұл менің сіңім деппін ғой, үйреніп кетіппін бұл жағдайға. Менің қызым ғой, өзімнің туған. Күшті. Рахмет сіздерге көп. Жарайды, өйткені саған жаным ашып кетті. Еще-то детдом. Жарайды, сен біздің үйімізге қонаққа кеттік. Жау барамыз, өйткені машинамды тапсырып қойғам жууға. Үйлеріңіз қайда? Аттарыңыздан жүре берем онда. Я. Артымыздан жүре бере ғой. Менде мынандай бір самокат па, велосипед па бар. Көшеден тауып алған мынандай, бірдеңке мынандай. Вот мынандай бар, тәте. Тәте, қайда кеттіңіздер? Ой, мінемін. Менде мынандай самокат па, мынандай бар. Тезірек жетіп алайық. Жүр қызым, мен сені көтеріп апарам. Жоқ, мен алмадым, жүре берем. Мен жаңа жолдың ортасында скейтім сынып қалды, потом жаяу жүрдім. Ескіріп кеткен. Рахмет, тәте. Оғаш жоқ, өткен мен сені баламдай көрем, өткені мен сені алдым ғой. Вау, нау деген, не деген үлкен не? Сенің бойың неге ұзын деп ойлайсың? Менің бойым әкемнен жарылған, әкем бойы сондай ұзын. Да жарайды, кеттік. Сендерге шопинг жасап берейін. Тіреліп қалдым. Тумам, ана қыз маған ұнамай тұр. Неғып асырап алдық, тем более шашанды, жалбыраған. Қызым, енді оған жаңа прическа, жаңа макияж, жаңа шопинг жасап берейік та? Не болды саған,
Маған болса ұнамайды ондай бомбыждар көшедегі. Сен де бомж болсаң не істер едің? Сен де солай жылап отыратын едің ғой? Так что қоя ғой, қызым. Жарайды. Тәте, сіздің үйіңізді састып жібермеймін ба мына киіммен? Мына жақта киім киіп алсай. Барлығы сенікі. Сіздің киіміңіз маған, бірақ сіздікімен бірдей, я мен киімім? Иә. Өткен бойымыз бірдей. Сен жасың қаншада өзі? Мен жасым 14-те. Атың кім? Атым білмеймін әлі. Мамам айтпады. Онда жарайды, мен саған есім қойын. Негізі мен есім қоя алмаймын тұрыстап. Жарайды. Қызым не деп қойсақ болады? Бопты, сенің атың Жасмина деп қоямын. Алақай, маған Жасмина деген есім қатты ұнады. Әдемі есім екен. Иә. Онда шыға тұрсаңыздар, мен деген киініп алайын. Жарайды, бопты. Мен деген әдем болып тұрмын ба, достар? Так, айнадан қарап көрейін. Вау! Мен деген өзімді соншалықты әдемі деп санамаппын ғой. Шашым әдемі екен ғой менің. Оказывается, өзім де әдемімін. Кетті, мен тәтеге көрсетейін. Тәте! Ау. Қайдасыз? Міне, мен мынандай әдемі екенмін. Айттым ғой саған әдемісің деп. Сосискадан ау істеңдер. Рахмет. Маған тек сосиска бер салыңыз. Же ғой. Торттан ау істесеңдер. Мен өзім жасадым тортты. Вау! Сенің мамаң торт жасады ма? Кстати, сіздің қызыңыздың аты кім? Менің қызымның аты Сара. Әдемі есім екен. Иә. Тәте, мен бөлмем қайсысы болады? Кеттік. Мен шашыңды кішкене нестемесін бә жуындырып берейін да сенің шашыңды. Жарайды, әйтпесе төсегіңізді састып жіберермін. Сен сасымайсың ешқашан, жүре ғой ботам. Мында душ бар екен, жуынып алайын осы жерге онда. Жуынып ала ғой. Ал мен дастархан жинай берем. Жарайды. Жуынып шықтым ау, енді айнаға қарайыншы, қандай болдым екен. Не, шашым ұзын ба не менің? Өзімде шашым да ұзын екен ғой. Так, ал енді тез тәтеге бару керек, көрсетуім керекпін. Шашым ұзын екен ғой менің. Әлде жылма болып тұрған соң қысқа болып тұрмын екен. Кеттім. Тәте. Ау. Қайдасыз? Сен астыдасың ба? Міне келдім. Мінеке, шашым мені ұзын екен ғой. Күшті ғой сен шаштың. Сіздікіне кішкене ұқсайды екен мен шашым. Иә, ұқсайды. Айтпақшы, атыңыз кім? Менің атым Гүлекем. Күшті ат екен. Иә, күшті ат қой. Онда мен бөлмем қайсысы болатын болды? Сен бөлмеңді мен орыластырып қойдым. Астыға түсе ғой. Мына келе ғой. Сен өз жақтан видео түсіре аласың. Видео? Иә. Қалай түсіреді оны? Саған әлі үйрету керек екен. Қоя бер оны, сосын түсіре саласың ғой. Мынау компьютер екен, білем бірақ. Иә, енді барлық адам біледі ғой. Кеттік. Әйтеуір, все болды. Менің қызым қайда екен? Айтпақшы, жуынып алдың қазір, мен саған макияж дайындап бермеймін ба? Жоқ, керек жоқ. Бопты, жарайды. Өзімде макияжсыз жүре берем. Бопты, жарайды. Сара, қызыңыз қайда кетті?
Ол білмеймін, ол бір жаққа кете береді күн сайын. Мен Тоқтамында бір аға келіп тұр. Тәте. келатырым. Мұнда бір аға келіп тұр. Тәте де келіп тұр. Звоногыңды қошы дей ма? Білмеймін. Саламатсыздар ма, маған тұз бересіздер ма? Тұз несі тағы? Кетіңдер. Тұз керек жоқ. Саламатсыз ба? Бізде свет өшіп қалды, сіздерде бар ма свет? Я, бар. Ой, осы бәлелерден кетіңдер құры. Ай, жарайды, қаз, кетеміз. Мә, әрімдейінде кеткіздік қой. Я, болды. Екінші кесе тағы да айт. Қарның ашты ма өзі? Менің кішкентай Сара деген қызым қайда жүр? Звондап көрмесем болмайды екен. Я, звондап көріңізші. Қызым келіп тұр, қызым. Қайда қызым саған? Сара, сен қайда жүрсің? Сен мен қайда жүрген не істейсің? Кет Сара. Ой, жарайды. Что-то жақтатпаған сияқты. Жарайды. Просто сен мамаң уайымдады. Уайымдаса маған бәрібір. Мен достарыммен клубта болдым. Енді Клуб дедің ба, қызым? Я клубта болдым. Қызым, сен қуасың ба клуб деген жаман нәрсені екенін? Ой, мен одан да бөлмеме кіре берейін. Сен қыз таяқ жейсің, бол, кір үйге. Клубта жүрген нес? Бол, тезірек кір. Ой, жарайды, кіремін. Мә, достар. Таяқ жейсің сен қыз қазір клубта жүргенінің бытшын шығарам. Так, сен, Сара, не болды саған тағы да? Кет Сара. Сен неғып мамаңа өйтіп дөрекі сөйлейсің? Мен өзім білемін. Жарайды. Шық мен бөлмемнен. Сенің мамаң айтты, мынау сенің бөлмең деп. Туф бір, енді менде анау Мәссаған, ол біздің қызым болады. Мәссаған. Одан да бөлмеме кіре берейін. Мәссаған. Бүгін түнмен ұйықтамадым. Одан да жатып ұйықтап алайын. Так, жататынға жақта ет. Бопты қызым, сен қатты ұрып жүрген сияқты. Клубта баногымды ұрламайды сияқты ғой. Сабырлы сияқты. Ішім пысып кетті. Тем более мына отбасының мамасы ұрысқаға екен. Қызына көп ұрсады. Или бекер қаштым бекен. Или бекер қабылдадым бекен мені асырап алам дегенге. Анда Сара деген қыз жылап тұр. Сара, жылама болды. Туф бір, мен саған айттым ғой, маған сөйлемеш деп. Кет Сара. Жарайды, кетейін. Можно не дейді? Тәте, қайдасыз? Келат тұрмын. Астыға келіңізші, біреу келіп тұр. Кәз барам. Міне, мұнда бір көк гигантский біреу келіп тұр. Тәте, міне. Кет әрі. Кет қалғанышы. Жаңа артта да бір қап, жаңағы бір свет бар ма деп сұраған аға. Қыздар, Сара. Тәте, мұнда бір звонокқа қош деген бағана бір аға жүрді ғой, сол әлі тұр мына жерде. Артқы есікте. Все, болды. Қызым, ішке кір. Сара. Жарайды, мам. Екеулерін жиналыңдар. Жиналыңдар екеулерін. Залға ма? Жоқ. Осы кухняда, диванда екеулерін отырыңдар. Жарайды, отырсақ отырайық. Мен сендерге бір жаңалығым бар. Қандай? Бүгін біз қыдырамыз. Алақай. Сен болмыш қызсың ба?
Мен ондай бай жерлерге қыдырып көрмегем негізі. Бопты, жүр кет. Қазір мен қыдыртатын боламын. Алақай. Шыға қойыңдар. Аха. Все.